Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бүгінгі сабақта біз су алмасу тақырыбымен танысатын боламыз. Бұл сабақта сендер су алмасудың реттелуін білесіңдер және судың мөлшерін бақылаудағы АДГ гормонының рөлін түсінетін боласыңдар. Сабағымызды олай болса бастайық. Су тұз гомеостазының маңызды параметрлері осмостық қысым, pH және жасуша ішілік және жасушадан тыс сұйықтықтың көлемі. Осы параметрлердің өзгеруі артериялық қысымның өзгеруіне, сусыздануға, ұлпалардың ісінуіне әкелуі мүмкін. Қанның салыстырмалы тұрақты осмостық қысымы судың организмге түсумен және тыныс шығару ауасы, тер, үлкен дәрет, зәр арқылы организмнен шығарылу арасында тепе-теңдік есебінен сақталады. Мына жердегі кестеде сіздер жаңағы тұздың түсуі және бөлінуі, яғни қандай заттар арқылы және қандай заттар арқылы бөлініп отыратынын сіздер білетін боласыздар. Және қатты тамақ пен су, ол яғни 1000 мл бөлінсе, сұйықтық тамақпен 1200 мл, жалпы организмде мысалы 2,5 мл түрлі тағам арқылы біздің ағзамызға су түсуі мүмкін. Ал қалай ағзадан бөлінеді десек, яғни зәрмен 1400 мл, термен бөлінеді, тыныс шығару ауасымен, яғни 300, нәжіс массасымен 200, барлығы организмнен осындай мөлшерде су бөлініп отырады. Енді келесі су алмасуды реттеу жүйесінің құрылымымен танысайық. Олар өте күрделі болады және оның басты қызметі біздің ағзамыздағы сұйықтықтың оптималды көлемін ұстап тұру. Судың маңызы. Енді осы жүйеге орталық афференттік және эфференттік буындар кіреді, яғни су алмасуға. Солардың әрқайсысымен жеке-жеке тоқталайық, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Біріншісі орталық буын, немесе оны біз шөлдету орталығы деп атаймыз. Ол мына бастағы гипоталамустың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар болып табылады. Бұл орталық үлкен ми қыртыс аймақтарымен байланысады. Екінші түрі афференттік буындар, бұл яғни сезімтал жүйкештер мен әртүрлі мүшелердің жүйке талшықтары болып табылады. Ал үшіншісі эфференттік буындар, оларға сүйек, тер бездері, ішек, өкпе жатады. Осы мүшелер арқылы бүйректен немесе өкпеден мөлшерде су құрамының ауытқуын жоюды қамтамасыз етеді. Енді біз келесі АДГ гормоны дейді, яғни антидиуретикалық гормон туралы білетін боламыз. Ақпараттарды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Яғни АДГ дегеніміз не? Ол су мен тұздың тепе-теңдігін реттеуге қатысатын және дистальды иректелген өзекшелер мен бүйректің жинағыш түкшелеріне әсер ететін негізгі гормон. Басты анықтамасы осы. АДГ ол гипоталамус нейрондарында синтезделеді, және қозу кезіндегі қан ағысына секрецияланатын гипофиздің артқы үлесінде сақталып отырады. Қандағы жоғары осмостық қысым АДГ секрециясын тудыратын қоздырғыш болып табылады. Мұны судың жеткіліксіз тұтынған кезде, қатты тер шыққан кезде, немесе тұздың көп мөлшерін қабылдағаннан кейін гипоталамустың осморецепторлары тіркеп отырады. Ал гипофиздің артқы үлесіне берілетін жүйке импульстері пайда болып, АДГ-ның босап шығуын тудырады. Осмолярлық, яғни тек 1%-ге өзгеруі АДГ секрециясының айқын өзгерістеріне әкеледі. Нәтижесінде, яғни бүйрек өзекшелерінен суды реабсорбциялау және концентрациясы жоғары зәрдің аз көлемін сыртқа шығу жүзеге асатын гормонды біз осы АДГ, яғни антидиуретикалық деп атаймыз. Судың көп мөлшерін қабылдағаннан кейін, керісінше қанның осмостық қысымы төмендейді. Қараңыздар, қайталаймын. Судың көп мөлшерін қабылдағаннан кейін, керісінше қанның осмостық қысымы төмендейді да АДГ-ның секрециялануы тоқтайды. Яғни дистальды өзекше мен жинағыш түтікше қабырғалары суды өткізбейтін болады. Сүзінді ми заты арқылы өткенде судың абсорбциясы азаяды, гипотониялы зәрдің көп мөлшері шығарылады. Бұл жағдай, яғни бұл дегеніміз сонда АДГ егер болмаса, антидиуретикалық гормон болмаса, зәріміз концентрленбейді, тәулігіне 20 литрге дейін зәр бөлінеді. Ал зәрдің тәуліктік нормасы барлық адамда, яғни 1-1,5 литрді ғана құрайды.
міне қараңыздар, ерекшелік осында. Яғни судың екіншілей реабсорбциялануына қандағы натрий иондарының тұрақты концентрациясын ұстап тұруды бақылайтын альдостерон деген гормон әсер етеді. Яғни организмге су жеткілікті болса, натрийдің қалыпты мөлшері егер тамақпен түсіп тұратын болса, адг және альдостерон секрецияланбайды. Ал дистальды иректелген өзекше жинағыш түтік эпителий тұздарды несепнәрді және суды өткізбейтін түрде қалады да өте көп және араласқан зәр түзіледі. Яғни осы жалпы адг гормонның басты маңыздылығы осында болып келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.